Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен табиғат құбылыстары бөлімінің екінші сабағы жайсыз күн тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем вторую тему раздела «Природные явления. Жайсыз күн. Непогода». Жаңа сөздер, новые слова. Прочитайте, напишите словарь и обязательно выучите эти слова. Ерте, рано. Кеш, поздно, жарқырау, сверкать, жел, ветер, жайсыз, непогода, құлау, падать, упасть, қолайлы, удобный, сәуле, луч. Сөздерді есіңде сақта, запомни новые слова. Первая картинка – ерте. Екінші сурет, вторая картинка – жел. Үшінші сурет, третья картинка – кеш. Төртінші сурет, четвертая картинка – құлау. Бесінші сурет – сәуле. Алтыншы сурет – жарқырау. Күннің күркіреуі. Сөйлемдерді толықтыр. Дополни предложение. Қажетті сөздер – это твои нужные слова. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Ал енді өзіңді тексер. А теперь проверь себя. Мен бүгін ерте тұрдым, сабаққа кешікпей бардым. Міне кеш болды, жаңбыр әлі жауып тұр. Солтүстіктен салқын жел соғады. Күн күркіреді, дауыл соқты. Ауылдағы ағаштар құлады. Жаңбыр жауып, күн күркіреді. Өте жайсыз күн болды. Сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. Прочитай предложение и сравни. Первое. Бірінші. Салқын жел соқты. Сап-салқын жел соқты. Таңертең күн ашық болды. Таңертең күн ап-ашық болды. Айнала жарық, тыныш болды. Айнала жап-жарық, тып-тыныш болды. Күн суық болып кетті. Күн сұп-суық болып кетті. Үйдің іші жылы болды. Үйдің іші жып-жылы болды. Сегодня мы с вами пройдем правила. Сын есім шырайлары, степени прилагательных. Бывает 4 степени прилагательных. Жай, положительное, салыстырмалы, сравнительное. Жай шырай. Большой, например, большой, үлкен. Салыстырмалы шырай. Интереснее, қызықтырақ. Күшейтпелі шырай. Большой, прибольшой, өп-үлкен. Асырмалы шырай. Очень большой, тым үлкен. Күшейтпелі, усилительное. Және асырмалы, превосходное. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. А тапсырмасы. Берілген сөздердің мағынасын күшейтіп айт. Ә тапсырмасы. Сөздермен сөйлем құра. Поставь слова в усилительной степени прилагательного и составь с этими словами предложение. Вот такие вот усилительные степени должны выйти у вас. Сары, сап-сары, қоңыр, қоп-қоңыр, әдемі, әп-әдемі, таза, тап-таза, жақын, жап-жақын, қара, қап-қара, кішкентай, кіп-кішкентай, жасыл, жап-жасыл. Биік, бүп-биік, қатты, қап-қатты. Аспандағы күннің түсі сап-сары. Менің көзілдірігімнің түсі қоп-қоңыр. Аннаның көйлегі әп-әдемі. Үйдің іші тап-таза. Мектеп пен үй арасы жап-жақын. Анельдің шашы қап-қара. Әлібектің күшігі кіп-кішкентай. Жазда айнала жап-жасыл. Мына ғимарат бүп-биік. Мына орындық қап-қатты. Сурет бойынша күн райы туралы әңгіме құра. Составь рассказ про погоду. В своем рассказе используй эти слова. Например, бүгін сәуле ерте тұрды, терезеге қарады. Күн ап-ашық, жарқырап тұрды. Айнала тып-тыныш болды. Ағаштың жапырақтары да қозғалмады. Жел жоқ.
А теперь вместе прочитаем текст и расставим по порядку. Бүгін Сәуле ұйқыдан ерте тұрды. Ол беті қолын жуды, тез киінді, таза ауада жаттығу жасауды ойлап сыртқа шықты. Сегодня Сәуле встала рано. Она умылась, оделась и решила делать зарядку на улице. И вышла на улицу. Күн райы өте қолайсыз, жайсыз болды. Сәуле үйіне жеткенше бірнеше рет құлады. Үсті-басы әбден балшық болды. Была плохая погода. Сәуле, пока дошла до дома, несколько раз упала. Она была вся в грязи. Айнала тып-тыныш болды. Сәуле жаттығу жасады. Одан кейін жүгірді. Вокруг была тишина. Сәуле сделала зарядку. Потом она бегала. Кенет жел соқты. Аспанды бұлт жауып күн күркіреді. Көп кешікпей жаңбыр жауды. Вдруг подул ветер. Погремел гром. И пошел дождь. В этом задании надо найти антонимы. Тез, баяу, қолайлы, қолайсыз, ерте, кеш, шулы, тыныш, ыстық, суық, қараңғы, жарық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.